Саламатсыздар ма? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай моншақты, ескі моншақтар болады ғой, сырылып қалған, сондай моншақтарды өстіп бисермен сыртын тоқып көрсететін боламын. Мысалы, мынандай моншақ алсаңыз, ол 2 размерде өседі. Мысалы, мынау менде 10 размер, мынау где-то 12 размер даже. Ал міне мынадан алсақ, менде кішкентай ғана, 6 размер менде да. Моншақ, соны біз сыртын бисермен тоқитын боламыз. Ол үшін бізге мынандай пен керек болады. Менде көрдіңіз бе, мына моншағым менікі сынық, мына жері сынық. Оны қазір тоқып өтеміз, көрінбей кету үшін. Мына осындай керек болады бізге. И бізге мынандай жіп бисерге арналған, және 11 номер бисері. Менде мынандай мына 5 бисер менде, мына 2, мына 3. Вот. Енді бұны кольцо алып байлаймыз. Думала қылып. Жіпті бірін-біріне байлаймыз. Міне осындай кольцо. Өстіп 3 рет байлау керекпіз. Так, міне осындай кольцо. Енді ұшы бізге жіптің өпше керек жоқ. Кесіп тастаймыз, кесіп алып тастаймыз. Енді мына 5 бисер. Енді жағына бір бисерден өтемін арғай. Біреу болмаса 3 өтсеңіз болады. Міне енді біздің бірінші қатарымыз осындай сарғыш түстен болды. Екінші қатарымыз біздікі жасыл түстен болады. Жасыл түстен міне жібіміз мына жерден шығып тұр. Бір бисер алдық, екіншісіне кіріп жатырмыз. Бір бисерден алып өтеміз. Міне міне біз екінші қатарды біттік. Үшінші қатарға өту үшін біз міне жерде қараңыз. Каждыйымыз әрқашан біз өстіп міне мына қалай айтсам, сары бисеріміз бірінші қатарды біттік. Одан екінші қатарды біткен кезде міне 2 бисерден өтеміз. Сонда міне жаңа сарғыш түс бисер 5 де, и міне біздің жасыл түс бисеріміз тоже 5. Енді ары қарай мына сарғыш өзі түсі бір қызық түс, көгілдір ма, сарғыш па, сондай түс. Тағы да 2 көгілдір түстен аламыз. И жасыл түске кіреміз. Түсті бисерға, жасыл түсті бисерға кіреміз. 2 көгілдір түсті бисерден аламыз. И мына жерде біз жасыл түсті бисерға кіреміз. Жасыл түсті бисерге өттік. Жібімді айтуға ұмытып кеттім. 50 сантиметр, примерно 50-40 сантиметр жіп алсаңыздар болады. И бисерға арналған, бисероплетениеға арналған ине. Міне біз 3-ші қатарымызды бітіп жатырмыз. Міне жасылдан өттік. И мына 2 бисерден өтеміз. Қазір міне енді міне қарасаңыздар, әдемі болып шықты. Енді келесі бисер бізде жасыл түсті болады. Енді ары қарай осы 3-ші қатарда ғана 2 бисерден алып өтеміз. Ал қалған қатарда бір бисерден
алып өтеміз соңына дейін. Бір бисерден ғана. Бір бисерден алып өтеміз. Сыртта бізде ремонт болып жатыр. Сол жерде дырылдап жатыр. Енді біз мына көгілдір түстен и жасыл түстен сонда біз уже 5-ші қатарға өтіп жатырмыз. Сонда жасыл түсті біткеннен кейін осылай болады. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді былай қарай жинасаңыз болады. Міне уже былай жинау керекпіз. Енді ары қарай бір-бірден тағы да бір-бірден ғана алып өтеміз. Бір жіптен сонда қараңыздар, мінеки көгілдір түстің үстіне көгілдір, жасыл түстің үстіне жасыл алып жатырмыз. Мына жерде міне жасылдан өтеміз. Қазір көгілдір түстен жасыл түстен өтеміз. Көгілдір түсті бисермен. Мына жерде өздеріңіз көресіз, міне жасыл түсті бисерлер өздері көтеріліп тұр ғой. Мына жерде уже бітіп жатыр. Қазір көресіз қалай істейміз. Міне көтеріліп тұрған жасыл бисерден кірдік. Енді мынау бізде соңғы жасыл бисер. Міне сол кезде екеуінен уже қайтадан көгілдір қатарға өтеміз. Міне аяқталды біздің көгілдір қатарымыз. Ендігі қатар бізде жасыл түсті бисер. Ендігі қатар сонда мына жасылдың үстіне міне жасылдың үстіне жасыл бисер түсіп жатыр. Вот осылай тартып бір бисерден алып тоқып шығамыз. Опс. Солай. Енді мына жерде жасыл бисерден өту керекпіз. Көгілдір бисерден алу үшін. Міне уже мынандай болып шықты. Мына бисермен мұнша ұзын пенімізді аламыз да. Міне прямо ортасына шығамыз. Енді тартып тоқи берсек болады уже. Осылай
тартып тоқи бересіздер. Смолда. Қаттырақ тартып тоқыңыздар, бос болып қалмасын. Ал негізінде мына моншақтан кішірек моншақ алатын болсаңыздар, диаметр көлемінде енді кішірек моншақ алып тоқайын десеңіздер, онда ең басында 4 бисерден бастап тоқсаңыз болады. Мына жеп жатты. Осыны қарап отыру керексіздер, ілініп қалады ана жерге, мына жерге. Соны қарап отыру керекпіз. Вот так. Соңғы көгілдір түсіміз. Сразу көгілдір түске шығу керек, біз жасыл түстен алып. Тоқып өздеріңіз қолдарыңыз үйренгенде уже бәрі түсінікті болады. Екі түспен тоқи берсеңіздер, қатардың соңын біліп отырсаңыздар болды. Қатардың соңында сол екі бисерден өтеміз. Мына жерде бір бисерден өтеміз ғой, міне. Мысалы, бір бисерден өтіп келе жатырмыз. Бір бисер алып, міне жасыл бисер и бір голубой бисерден өтіп жатырмыз. Голубой бисерлардың өзі бүйтіп көтеріліп шығып тұр, міне. Қарасаңыздар, міне көтеріліп тұр. Міне көтеріліп шығып тұр. Міне мысалы, бір жасыл түсті алдым и көтеріліп тұрған мына голубой бисерден өттіге өстіп айлана береміз. Ең соңын сіздерге просто ең соңын түсіндіргім келіп тұрған, қайта айтып, просто ең соңында ғана, міне мысалы, мына голубой бисерлер, жаңағы көгілдір бисерлардан өтіп жатырмыз. Міне қазір жасыл бисерді аламыз, голубой бисерден өтеміз, міне көгілдір бисерден. Смолда. Мына жердегі түсіндірейін дегенім сіздерге, мына қарасаңыздар, уже жасыл бисерлар көтеріліп тұрды. Мына жерде ғана жоқ, соны мына жерде. Осыны сіздерге түсіндіргім келіп қайта голубойдан өту керекпіз, мына қатарымыз бітті. Сразу жасылдыға шыға саламыз, чтобы жасыл бисерден алып өту үшін. Міне толық болды біздің тоқып жатқан дүнием. Енді жасыл түсті бисерден аламыз. Міне осындай болып шықты. Қазір енді неше қатар шыққан санақ. Бізде бір қатар көгілдір түстен, бір қатар жасыл түстен, Енді бүйтіп кезек біресе көгілдір түсті санаймыз, біресе жасыл түсті. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шы қатардамыз, міне барлығы жасылдардың барлығы бүйтіп көтеріліп тұр. 10-шы қатардамыз. Енді 11-ші қатарымыз бұлай болады. Бір бисер көгілдір түсте алдым, жасыл 2 бисерден кіріп жатырмын, өтіп жатырмын, міне. Енді тағы бір көгілдір түс алдым, 2 жасыл түсті бисерден өтем. Тағы да бір көгілдір түс бисер аламын, 2 жасыл түсті бисерден өтем. Өстіп айландыра берем, жасыл түсті бисер біткенше. Міне көгілдір түс, 2 жасыл бисер. Көгілдір түс, 2
жасыл түсті міне бисерден өтеміз. Міне соңғысы міне көгілдір түс уже көтеріліп тұр. Міне сразу көгілдір түстен өтсеңіздер болады. Маған ыңғайсыз болып тұр кішкене. Міне осылай енді көгілдір түстен біреуінен өтемін. Көгілдір түсті қатарға шығу үшін енді бір жасыл, бәрі енді бір жасылдан болады. Міне бір жасыл түс бір-бірден ғана аламыз. Сонда 5 бисер алу керек біз жасыл түсті. Тартып тоқу керекпіз. Сол кезде әдемі болып шығады. Тағы бір көгілдір, жасыл түс. Міне. Енді мен жасыл түс бисерден шығу керек. Міне. Міне. Осындай болып шықты. Енді мына жерге біз сосын мына жерге байласақ болады уже. Мына жердегі жіпке байлаймыз. Байлағанда былай мындай ілмек жасаймыз и соған былай тартып байлаймыз. Сосын жанындағы бисерден былай қарай өтіп, тағы да бір рет байласақ болады. Опс. Міне. Енді екі жерден байлаймын. Қолыма ине тағып алдым. Осылай. Сосын ары қарай өте салсақ болады. Міне былай өтеміз. И кесіп тастасақ болады. Уже кесетін кезде бисердің арасынан өтесіздер де тартып тұрып кесесіз. А то андай байлаған жеріңізден кессеңіз дұрыс болмай қалады. Міне. Осындай болып шықты. Енді бір түстен ғана жасасаңыздар болады. Осындай әдемі. Смолга әдемі. Моншақ сырты бисерден салған.